Ойлаш бауырым, Қайрат Реал Мадридті жеңді. Алматыда той. Мбаппе, Беллингем мен Винисиустың бастары сүмірейіп, Мадридке қарай қайтып жатыр. Бұл жай ғана қиял. Жалпы объективті және субъективті пікірлерді байланыстырып, Қайрат Реал Мадридті жеңетін 7 себепті айтып шығайық. Мұнда қатты жел Реал қақпасына ұрса, Мбаппе ашылғанда автогол сала берсе дегендей фантастикалық болжамдар болмайды. Барлығын сараптап, талдап жазып шықтым. Қызықтап қарайсыздар дегенге үміттенемін. Сіздермен бірге желаяқтарына және де оның жүргізушісі мен Беклан қолдар ретінде видеома лайк басып, ардама тіркеле кетіңіздер. Ерінбеңіздер, ол мен үшін үлкен шабыт. Бірінші себеп мотивация. Мұнда ол 3 бөлікке бөлініп тұр. Біріншісінен бастайық. Сен Чемпиондар Лигасы десе бірінші болып еске түсетін клуб Реал Мадридке қарсы ойнап тұрсың. Осы уақытқа дейін ірі клубтармен ойнап көрген шығарсың, бірақ Реал Мадридтің деңгейіне ол клубтардың жетпейтіні анық. Тағатсызданғаннан жүрек дүрсілі 2 есе соғып, денең тітіркеніп, 62 тамырың тоқтаусыз балқып тұрады. Екіншіден, саған осындай тарихи мүмкіндік беріп отырған елің, жерің және саған нан беріп отырған Қайрат клубы үшін ойнайсың. Осындай маңызды матчта туған клубыңды ұятқа қалдырмау үшін және жанкүйерлердің үмітін ақтау әр ойыншының мойнындағы қасиетті борыш. Үшіншіден, бұл өзіндік көрсету терезесі. Әлемнің назары осы матчта. Оның ішінде мықты бапкерлер, клуб президенттері, скауттар бар. Тіпті таныстар көп абыройлы футболшылар да осы ойынды бақылап отырады. Осындай кездесуден кейін қысқы трансферде өзіңді Еуропа клубтарында көруің әбден мүмкін. Дәл осы Реал Мадридтің құрамында да. Сондықтан дәл осы сәттерде мотивацияң еселенеді. Әдеттегіден де ерекше тырысып ойнайсың. Екінші себеп қысым. Қайратқа емес, Реалға. Бәлкім күлкілі шығар, бірақ расымен де психологиялық салмақ Реал Мадридте. Бавария, ПСЖ, Барселоналарға қарсы шабыты мен концентрациясы мүлдем басқа деңгейде болады. Себебі қарсылас мықты. Ал Чемпиондар Лигасының ең әлсіз командасына қарсы шыққанда жеңу керек, гол салу керек деген ойлары мазасыздық пен асығыстыққа айналады. Асыққан шайтанның ісі демекші, асыққан команда әрдайым құрдымға түсіп жатады. 1-0 ұтса тағы да ұят, теңіне жеңілсе тіпті масқара. Қайратта керісінше, алпауыт командаға қарсы ойында ешқандай қысым болмайды. Ұтсақ тарихи жеңіс, ұтылсақ ештеңеміз кетпейді. Бұл Селтикке қарсы ойындағыдай өмірлік маңызы бар матч емес. Дәл осы психологиялық жеңілдік бізге тиімді. Егер біз қорғанысты берік ұстап, Реалдың асығыстықтан туындаған бос жерлерінің қарымта шабуылдар арқылы өте аламыз. Үшінші себеп менсінбеушілік. Реал Мадрид үшін біз кімбіз? Айтарлықта ешкім емеспіз. Ойыншылардың есіне тек алыс сапармен ғана есте қалармыз. Маусым кестесі тығыз. 27 қыркүйекте Атлетикомен ойнады, 30 күні бізбен, ал 5 күннен соң Вильяреалмен. Осы кезде ротация болуы мүмкін. Егер Реал толық құраммен келсе де, Ла Лигаға көңіл бөліп, негізгі ойыншыларын жарақаттан сақтау үшін оларға аз ғана минут беру мүмкін. Бізге мұның қандай пайдасы бар? Әрдайым негізгі құраммен ойнап қалған ойыншыларға екінші құрам ойыншылары қосылғанда позициялық ауытқулар мен түсініспеушіліктер туындайды. Бұған қоса бапкердің көзіне түсуге ұмтылған жас ойыншылар жеке даңқ қуады. Еске салайықшы, Астана мен Челси матчындағыдай, олар бір-біріне пас бермей, жеке шеберлігін көрсеткісі келеді. Осындай хаос пен келіспеушілікті пайдалана алмаған астаналықтар өздері кінәлі. Ең бастысы босаңсу. Көп күш жұмсасақ та жеңеміз деген ой Реалдың ұлылығын уақытша ұмыттырады. Кей жерде аяғына дейін жүгірмей қою, артқа қайтпай қалу, мәнсіз алдай беру сияқты қателіктерге жол береді. Ал мұндай көзқарас кез келген команданы құрдымға тартады. Төртінші себеп Алматы. Алыс жол, лас ауа, теңіз деңгейі, уақыт айырмасы деген факторлар көп. Бәрі ұсақ сияқты, бірақ осылардың жиынтығы кейде ойынның тағдырын шешеді. Енді осыларды жеке жіліктеп шығайық. Расымен де біздің жеңіске бұлардың септігі тие ме? Ұзақ жол. Мадрид пен Алматы арасы шамамен 6433 шақырым. Тікелей рейспен ұшса да, бұл 8-9 сағаттық ұшақ жолы. Осынша уақыт бойы қозғалыссыз отырған адамның денесі бірден футболға дайын бола қоймайды. Бұлшықеттер бос, дене шаршайды. Бұрын мұндайға қатты сенбейтін, алайда өзім Түркістаннан Алматыға автобуспен жөнді ұйықтай алмай барып, түсе салып футбол ойнап едім, аяқ қолдарым ауылдағыдай қимылдай қоймады.
шашаңқы сезім қайтқанша бойымда тұрды. Әрине мадридтіктер ерте келіп демалып алады, бірақ сонда да бұл өзінің әсерін беретін фактор. Сағаттық белдеу. Мадридте +2, Алматыда +5. 3 сағат десек те ағза үшін бұл ритм бұзылуы. Әсіресе ойын түнге жақын өтсе, ағза басқа уақытта екенін сезеді. Ұйқы, тамақ, тынығу тәртібі бәрі басқаша. Теңіз деңгейінен биіктік. Ол төмен болады, не жоғары болады. Төменде жүріп үйреніп қалған адам жоғарыға барса мазасы болмайтыны анық. Мысалға Боливияның Ла-Пас қаласына футболшылар барғысы келмейді. Себебі теңіз деңгейінен биіктік 3600 метрге дейін барады. Тіпті Неймардың өзі Instagram парақшасына мұндай жағдайда ойнау сұмдық деп фотолармен салып қойған. Ал енді мұның бізге қандай қатысы бар? Мен басында Мадрид төменде, ал Алматы тым жоғарыда. Бұл бізге үлкен көмегін беретін септік деп ойлаппын. Сөйтсем, Алматы шамамен 830 метр, Мадрид 688 метр екен. Айырмашылық 140 метрдей. Бұл да әрине футболшыларға алаң ортасында кері септігін береді, бірақ ондай үлкен салмағы жоқ. Лас ауа. Алматы қаласы лас ауа бойынша кейбір статистикаларда топ 10-ның ішіне кірсе, кейбірінің көшін бастап тұрады. Алматының шетіне барып жоғары жақтан қарасаңдар, түтін болып тұрған байқалады. Өз көзіммен көріп, сол кезде таң қалғаным бар. Ал енді бұл мадридтіктер Алматыға келіп тұншығып қалады деген сөз емес. Жалпы осы айтылған 4 факторда Реал ойыншылар үшін ағзаға да, психологияға да үлкен кедергі емес. Алайда аздай болсын көмек біз үшін үлкен олжа. 5-ші себеп кездейсоқтық факторлар. Футбол несімен қызық? Кездейсоқтықпен. Ешқандай ойын сценарийге бағынбайды. Лестердің Англияда чемпион болуы, Шериф пен ЦСКАның Реалды жеңуі, чемпион атануға жақын Францияның Люксембург қақпасында 1-1 гол сала алмауы, және осы секілді қызықтың бәрі сол кездейсоқтық сәттердің жемісі. Ал енді нақты ойын ішіне кездейсоқтық факторға тоқталсақ. Реал ойыншысының байқаусызда қызыл қағаз алуы, бір ойыншының жеңіл уақытша жарақат алуы. Реалдың 100 соққы жасаса да, доптың қақпа бағанасы мен маңдайшасына қайта тиіп, торға түспеуі. Осы секілді жайттар ойынды өзгертуі мүмкін. Мұндайды қиял деп айта алмаймыз. Футболда мұндайларды жиі көреміз. Футбол логикаға жұмыс жасамайды. Сол үшін бәрі мүмкін. 6-шы себеп нәтижесіз басымдық. Хаби Алонсо әлемдік деңгейдегі бапкер. Байерді керемет команда құрды. Мен деген бапкерлерден тәлім алдым. Испания құрамасында, Реалда, Ливерпульде ойнады. Оның тәжірибесін жоққа шығара алмаймыз, бірақ бұл оның командасы бұзылмайтын тас қамал деген сөз емес қой. Футболда кез келген жүйеде әлсіз тұс болады. Ал Реалдың соңғы ойындары соны дәлелдеп тұр. Соңғы 8 матчта 7 жеңіс, 1 жеңіліс. Мінсіз көрінер, бірақ сәл тереңірек қарасақ, қызық әңгімелер шығады. Асасунаға қарсы 18 соққы, тек 1 гол. Пенальтиден. Марсельге қарсы 28 соққы, 2 гол. Қалай салынды? Екеуі де пенальтиден. Яғни 46 соққыдан 3 гол, үшеуі де пенальти арқылы кіріп отыр. Ал жалпы 8 ойында 151 соққы жасаған. Оның 18 гол. Сонда қорғаныста берік ұстасақ, гол салдырмауға болады деген сөз. Реал Мадридтің қорғанысына келейік. Өз қақпасына 7 ойында 84 соққы жасауға мүмкіндік берген. 5 түрлі командадан 9 гол кіргізген. Оның 5-еуі Атлетико Мадридтен. Қазір жарақаттарға байланысты Рюдигер, Менди, Арнольд сияқты тәжірибелі қорғаушылар жоқ. Олардың орнында Хюсен, Альваро Фернандес, Франк Гарсия сияқты жастар ойнады. Голдардың кірген жеріне қарайық. Леванта оң қапталдан аса қиналмай өткен. Франк Гарсияның аймағы. Марсель тағы да сол оң қаптал. Пас беру кезінде түсініспеушілік салдарынан гол кіріп отыр. Мальорка бұрыштамадан. Реал Сосьедад пенальтиден. Атлетико Мадрид 5 голдың 2-ін баспен, 1-ін пенальти, 1-ін айып соққысы арқылы және 1-ін ойыннан. Жерлесінен комбо болған екен. Мұның бәрі нені білдіреді? Егер Леванте, Марсель сияқты командалар оң қапталды тесіп өтсе, неге біздің Сәтбаев, Мырынский, Байбек, Бағдат сияқты жылдам техникасы бар жігіттер жас қорғаушыларды алдай өте алмайды? Арнольдтың өзі қорғанысты әлсіз екен білеміз, ал жастар тіпті қателікке бейім. Одан бөлек жоғарыдан келген доптарға осал болып жатыр. Қорғаушылардың бойы қысқа ма деп зерттеп шықсам, жоқ, бәрінің бойы ұзын. Яғни тек тәжірибенің азы ғана болып тұр. Қорытындылағанда, Реал Мадрид көп соққы жасағанмен нәтижесі аз. Шабуылшылардың дәлдігі төмен. Өзіне көп соққы жасатуы жаңа айтқанда қорғаушылардың тәжірибесінің аздығы. Салуға да, салдырмауға да болады. 7-ші себеп жанкүйерлер, яғни сіздер. Сіздердің стадион ішінен, стадион сыртынан, әлеуметтік желілерде пікір арқылы беретін қолдауларыңыз
өте маңызды. Сен құлап бара жатқан кезде артынан 1000 қол тіреп итерсе, тек алға бағыттайтының анық. Бойыңа рух, күш жігер жиналатыны анық. Сол үшін менің пайдам аз дегенде доғару керек. Көп түкірсең көл демекші, әр адамның үлесі өте үлкен. Ал менің ұзақ еңбек етіп жасаған Реалды жеңетін 7 себебім осы. Қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Аман болыңыздар.